Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өлеңді, әндерді нейросет арқылы қалай жасау керектігін үйретемін. Ал кеттік. Ол үшін сіздер Suno деген сайтқа кіресіздер. Googleға Suno деп жазамыз. Suno AI. Осы сайтқа кіріп, өздеріңіз тіркелесіздер. Мен бұл жерде тіркеліп қойғанмын. Так, енді біраз күтеміз. Егер осындай болып тұрса, create дегенді басамыз. Create дегеніміз бізде ол жасау деген мағынаны білдіреді ағылшынша. Мінекей осы жерде қазір өлеңдер жасалынады. Міне көрдіңдер ме, бұлар мен алдыңғы жасаған өлеңдерім қаншама. Так, енді өлеңді қалай жасаймыз? Мен мына жерде custom дегенді сіздерде былай өшіріліп тұрады, бірақ қосып қойсаңыздар болады. Custom дегенді. Яғни сіздерде оны қосып қойсаңыздар, сіздерде мынандай выбор көп болады. Яғни музыканың стилін таңдай аласыздар дегендей сондай. Тақырыбын таңдай аласыздар. Мына жерге lyrics дегеніміз, яғни өлеңді сипаттап жазсаңыздар болады. Бұл жерге өлеңнің сөзін жазсаңыздар болады. Мысалы қараңыздар. Love you, yeah. Like you деген бір өлең. Мен ойыма келген жаза салдым, я. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалай жазасыздар, не жазасыздар. Так, мұны көріңіздер, бұл жерде 3000-ға дейін сөз жазуға болады. Так, енді бұл жерде style of music деп тұр. Музыканың стилін таңда деп тұр. Астан таңдасаңыздар болады. Рок, метал дейді, қандай рэп дейді, көрдіңіздер ме? Так, piano дейді, groove metal, deep tech house дейді. Енді мен қандай таңдасам, поп музыкалар ұнайды, поп дей саламын. Көреміз енді. Так, мынандай поп шықты. Так, енді қараңыздар, таңдадық дейік. Тақырыбын жазсаңыздар болады. Яғни мына жерде тұрады ол тақырып, я. Енді мен жазбай ақ қоям. Давайте create дейміз. Енді сонда create деген басамыз. Мінекей, мына жерде өлең жасалынып жатыр. 1 минуттың ішінде уже дайын болады, қараңыздар. Мінекей, енді тыңдап көрейік, қанекей. Мінекей. Бұл жерде көбінесе андай музыкалар болады да, жай сонда айтатын қандай мелодиясы жаңағы жай сондай. Былай нормальный музыка, я? Ән. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып қойсыңыздар. Лайк басып, подписаться етсеңіздер, мен бұдан да жақсы жасанды интернеттермен сіздер таныстырамын. Просмотр аз, лайк аз болған кейін, менде желанием ашқан. Так, екіншісін тыңдап көрейік. Бұл жерде сразу екі өлең сіздерге жазып керек. Екіншісі өлең өзі. Қалай, ұнады ма? Так, басқа да өлеңдер жазсаңыздар болады, я? Сөзін интернеттен алып, немесе ChatGPT-ға өздеріңіз өлең жазып бер десеңіз, сол өлеңді копировать етіп, мына жерге қойсаңыз болады. Мысалы, менде қазір ChatGPT-ға бәріміз қолдана алатын шығармыз, я? ChatGPT. Так, мен мынаусын қолданам, ChatGPT. Осы жерге напиши мне песню деп жазайық. Напиши мне песню. Енді сіздер толығырақ жазсаңыздар болады. Мен енді тез-тез жазып кетейін, қараңыздар. Ойланып жатыр. Менен темасын сұрап жатыр. Так, про
Погоду дей салайық, иә, или қалай? Про дружбу давайте. О дружбе, да? Когда темно и свет погас, и шторм гремит в последний час, дейді. Давайте осы мынаны алып көрейік. Неға саламыз? Так, иә? Давайте енді create басайық. Так. Ал тыңдап көрейік. Когда темно и свет погас, и гремит последний час, ты рядом будешь, я это знаю. С тобой пройду любую бурю, мы через боль, через смех и слезы прошли с тобой сквозь юги и грозы. И каждый день лишь крепче связь, ты моя сила, мой компас. Тыңдайық. Когда темно и свет погас, и шторм гремит последний час, ты рядом будешь, я это знаю. С тобой пройду любую. Когда темно и свет погас, и шторм гремит последний час, ты рядом будешь, я это знаю. С тобой. Мінекей осындай өлеңдер жазсаңыздар болады. Бұл жерде әсіресе ағылшын тілінде өлеңдер күшті жазылады. Өйткені қазір искусственный интеллекттердің бәрі ағылшын тілінде. Орысша да жақсы жазады, но бар қазақша онша жазбайды. Енді өздеріңіз көріңіздер қазақшаны. Бірақ мен алдын жазып көрген кезде маған ұнаған жоқ. Яғни акценті не то, оны қазақшаны түсінбейді екен бұл суно. Мүмкін алдағы уақытта біздің бір қазақтың дарынды баласы осындай искусственный интеллект шығарар қазақ тіліне. Әзірге осындай минусы бар. Қараңыздар, мына жерде инструменталды қосаңыздар, яғни өлең айтпайды, тек қана инструментпен ғана дыбыстар шығады. Тек звук қана шығады. Қараңыздар, тағы да бір плюсы, қараңыздар, need ideas деген астында мынандай нелер бар. Инструменттер. Person деді, make a song about your mom, partner, best friend, anyone else in your life. Яғни сіздер өздеріңіздің мамаларыңызға, достарыңызға, кез келген адамға өлең жаза аласыздар. Мысалы, сіздің ағаңыздың аты мысалы Аслан болатын болса, сол Асланның атын жазасыздар. Кіріп көрейік, кәнекемнің көріңіздер ме? I'm celebrating дегеніміз мен құттықтаймын. Name of person. Кімнің туған күні аты соны жазасыздар. Аслан болса Аслан. My relationship to person. Сіз кім болып келесіз сол Асланға? Қарындасы, sister дегенде, я. My favorite thing about them is. Оның несін жақсы көресіз. And the funniest thing about them. Қандай смешной характері бар шығар, наверное. Their favorite genre of music. Олардың сүйікті жанры қандай музыканың. Яғни осы жерде сол адамға ұнайтын музыканың жанрын таңдап create жасасаңыз болады. Окей? Jam. Яғни өздеріңіз көріңіздер мына жердің бәрін шұқылап. Бұл жерде көп нәрсе негіз жасауға болады. Так, мына жерден upload audio деп тұр. Мен бұны басып көрген кезде что-то жұмыс жасаған жоқ. Өзінің бір определенный условиялар бар екен. Енді сіздер көріңіздер, бұл сайт негізі обновляция етіп тұрады. Мүмкін қазір істейтін шығар. Я? Мына жер не ол? Бұл жерде, по-моему, скорості. Мінекей, өздеріңіз мыналар шұқылап, бәрін тексеріп көрсеңіздер, жақсы дүние шығаруға болады. Ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, ең бастысы подписаться жасаңыздар.
Goodbye. Goodbye.